Үй ауылдағы басқа үйлерден әрірек, бұрылыстан кейін егістікке жақын жерде орналасқан еді. Қыста ол жаққа баратын жолды қар басып қалатын, көктемде батпағы бұзылып, жүруге қиын болатын. Көршілер бұл жерді қоныстануға қолайсыз деп есептейтін. Ол бұл үйге ешбір думансыз, ешкімнің көмегінсіз, үн-түнсіз көшіп келді. Шатырының жөндеуін де өзі жасады, қоршауын да өзі түзеді. Дүкенге кірген сайын амандасып, ақшасын қолма-қол төлеп, бөгелместен шығып кететін. Ауыл адамдары ол туралы көп ештеңе білмейтін. Жалғыз тұрады, туған туыстары көрінбейді, хат алмайды, қонақта келмейді дегеннен артық мәлімет жоқ еді. Әуелде ауыл оған мән бермеді. Кейін біртіндеп назар аудара бастады. Ал қала нөмірі тағылған көлік оның үйінің алдына келіп тоқтаған күннен кейін жұрттың әңгімесі мүлде басқа арнаға бұрылды. Аққайын ауылы үлкен жолдан шеткері орналасқан болатын. Аудан орталығына дейінгі 23 шақырым топырақ жолды кеңес дәуірінде ауыр жүк көліктері әбден бүлдіріп кеткен. Содан бері жөндеу көрмеген. Жазда айналаны шаң басып, жолдың ой-шұңқыры көбейетін, күзде тізеден келетін батпаққа айналатын. Автобус аптасына 3 рет қатынайтын, ал жауын шашынды күндері мүлде жүрмей қалатын. Мұнда тіршілік өз заңмен өтетін. Жұрт бір-бірін бес саусағындай танитын. Кімнің сиыры сүт бермей қалғанын, кімнің ұлы араққа салынғанын, кімнің бақшасын арамшөп басқанын түгел білетін. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Көлеңке KZ арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені бастамас бұрын арнаға жазылып қолдау көрсетіп кетіңіздер. Ал енді әңгімені соңына дейін бірге тыңдайық. Бөтен адам бұл ауылға өте сирек келетін, сондықтан әрбір бөгде жан ұзақ уақыт үнсіз бақылаудың нысанына айналатын. Уақыт өте келе ауыл тұрғындары жай ғана Айсұлу деп атай бастаған әйел Аққайын ауылына наурыз айының басында көшуге ең қолайсыз мезгілде келді. Қар әлі толық ерімегенімен қарайып суға қанығып кеткен, ал астынан тіршілігі әлі оянбаған қара жер көрініп жатқан кез еді. Егістік жақтағы бұрылыстан кейін орналасқан шеткі үйге баратын жол желтоқсаннан бері тазартылмаған. Бұл үйде Зере Қанапия қызы дүние салғаннан кейін 7 жыл бойы ешкім тұрмаған еді. Оның мұрагерлері де осы уақытқа дейін төбе көрсетпеген. Бірақ аяқ астынан бір күні келді. Ауылдағы жалғыз дүкеннің иесі Күләш Оразқызы ауыл тіршілігін бәрінен жақсы білетін. Батпаққа айналған жолмен ауыр жүк көлігінің баяу жылжып келе жатқанын алғаш болып сол көрді. Көліктің ішінде ерекше ештеңе жоқ еді. Арқамен байланған бірнеше жәшік, оралған матрас пен ағаш орындық қана. Жүргізушінің жанында бір әйел отырған. Жүзі сабырлы, жасы 50-лерден асқан, басында сұры орамал, үстінде қарапайым қара пальто. Жүктерін еш асықпай, бірақ кідірмей түсірді. Жүргізуші жәшіктерді үйге кіргізіп берді, қолма-қол ақысын алып кетіп қалды. Әйел үйде жалғыз қалды. Келесі күні ол алғаш рет дүкенге келді. «Нан бар ма?» деп сұрады. «Кешегі нан ғана қалды» деді Күләш Оразқызы оны ауыл адамдарына тән қырағылықпен бақылап тұрып. «Жаңа нанды бейсенбі күні әкеледі. Кешегі нан да жарайды». Ол бір бөлке нан, бір қорап тұз және бір бөтелке күнбағыс майын алып, ақшасын әл есептеп ұсынды. Қаражатты алдын ала санап қойғаны көрініп тұрды. Алғысын айтып үнсіз шығып кетті. «Есіміңіз кім еді?» деп артынан дауыстады Күләш Оразқызы. «Айсұлу» деп жауап берді әйел артына бұрылмастан. Басқа ештеңе айтпады. Осы қысқа әңгімені Күләш Оразқызы ұзақ уақыт ойынан шығара алмады. Әйелдің қолы еңбекке әбден шыныққан жанның қолында еді. Қалалықтың да, байдың да қолына ұқсамайтын. Арқасы тік. Сөйлеу мәнерінде жергілікті диалектте қалалықтарға тән созылыңқы әуезде жоқ. Жасын шамалау қиын болатын, 50 ме, әлде 60-қа таяп қалған ба анық емес. Жүзі суық емес, бірақ жылы да емес. Тұйық иесіз үйдің терезе қақпағындай жабық жан еді. Ауыл шетіндегі үй біртіндеп қайтадан тіршілік белгісін көрсете бастады. Әуелі мұржасынан түтін шықты, демек пеші жағылған. Артынша терезеге қарапайым ақ перде ілінді. Кейін ауылдың қиыршық жолымен велосипед айдап жүрген балалар әйелдің қорасын жөндеп, қазы қағып, сым тартып жүргенін көрді. Жалғыз өзі. Ешкімнің көмегінсіз. Үндемей ғана.
Егістіктің арғы бетіндегі көршісі зейнеткер омарташы Сапар Қайратұлы бір күні таңертең жанынан өтіп бара жатып амандасты. Көмек керек емес пе? Екеулеп істесек тезірек бітеді ғой деді. Өзім-ақ үлгіремін деді ол жымиып. Жымиысы кең болмаса да шынайы еді. Рахмет. Сапар Қайратұлы ренжіген жоқ. Жолын жалғастырып кетті. Кешке үйіне барған соң әйеліне қызық адам екен. Бөрек емес. Бірақ дәл қасында тұрсаң да жоқ сияқты әсер қалдырады деді. Салтанат Ерлан қызы түсіне басын изеді. Ол мұндай адамдарды бұрында көрген. Әдетте мұндай тұйықтықтың екі себебі болатын. Не адам ешкімге айтқысы келмейтін ауыр қайғыны бастан өткерген, не бір құпиясын жасырып жүрген. Бірақ оның не екені белгісіз еді. Міне, бүкіл жұмбақ осы болатын. Сәуір айы жылылықпен бірге жаңа әңгімелерді де ала келді. Күләш Оразқызының дүкеніне жұрт тек нан алуға емес, әңгімелесуге де келетін. Мұны ауылдың бәрі білетін, және ешкім оны жасырмайтын. 90-нан әлдеқашан асқан, Аққайың ауылының ұжымшар кезін көзімен көрген Күләй көпшіліктің көкейінде жүрген сауалды алғаш болып дауыстап айтты. Бұл Айсұлу қайдан келді? Үй Зере Қанапия қызынікі емес пе еді? Зеренің баласы болған жоқ қой. Сонда бұл үй оған қалай өткен? Бәлкім алыс туысы шығар деді Күләш Оразқызы. Егер туысы болса, соны бірден айтар еді. Ал мына әйел ләм-мим демейді. Күләйдің сөзі орынды еді. Бұл ауылда жаңа келген адам өзі туралы аз да болса айтып беруі керек деген жазылмаған тәртіп бар. Тергеу үшін емес, жай ғана танысу үшін. Қайдан келгенін, не үшін келгенін, қанша уақыт тұратынын қысқаша айтса жеткілікті. Бұл орынсыз әуестік емес, ауылдың қалыптасқан салты еді. Әйтпесе адам жұртқа түсініксіз болып көрінеді, ал түсініксіз нәрсе әрдайым көңілге күдік ұялатады. Айсұлу осы қалыптасқан тәртіпті сақтамады. Дүкенге бірнеше күнде бір рет келіп, ең қажетті заттарын ғана алатын. Қойылған сұрақтарға қысқа жауап беретін. Иә, жоқ, рахмет. Біреу тіке сұраса, дөрекілік көрсетпейтін, бірақ ештеңе ашып айтпайтын жауап қайтаратын. Алыстан келдім. Тағдыр солай болды. Тыныштық іздедім. Тыныштық па? Онда Аққайың ауылын таңдауын қызық екен деді бір күні Салтанат Ерлан қызы күйеуіне. Бәлкім оның іздеген тыныштығы біздікінен басқа шығар деп жауап берді ол. Бұл жолы да ол өз ойлағаннан әлдеқайда шындыққа жақын айтқан еді. Алғашқы 2 ай бойы Айсұлу өз ауласынан ұзап шықпады. Бақшасын асықпай, бірақ жүйелі түрде қазды. Бір телімнен екіншісіне көшіп отырып, қоршаудың бір шетінен екінші шетіне дейін рет-ретімен өңдеп шықты. Бұл жердің топырағы ауыр саздақ еді. Жұмыс көп күшті талап ететін, бірақ Айсұлу ешқашан асықпайтын. Таңертең күн көтерілмей тұрып еңбек ететін, кейін аптап басылған кешкі салқында қайта шығатын. Түстің ыстығында терезе қақпақтарын жауып алып, үйдің ішінде болатын. Іште немен айналысатынын ешкім білмейтін. Бір күні Салтанат Ерлан қызы үйінің жанынан өтіп бара жатып, бір қалыпты тықылдаған дыбысты естіді. Бірдеңені құрастырып, не бұзып жатқандай анық естілетін. Ол тоқтап құлақ түрді. Сол сәтте дыбыс сап тыйылды. Айнала жым-жырт болып қалды. Біраздан кейін ол жолын әрі қарай жалғастырды. Сәуір айының соңында кейін ауыл адамдары ұзақ уақыт айтып жүрген шағын оқиға болды. 12 жастағы Ержан Сәрсенов сиырын үйіне айдап келе жатып, жолды қысқарту үшін егістік жанындағы бос алаң мен шеткі үйдің қасынан өтеді. Сиыры асау болатын. Қоршауға таяғанда аяқ астынан жалт бұрылып, сымға шырмалып қалды. Тізесімен жерге құлап өкіріп қоя берді. Ержан қатты абыржыды. Бұл өздерінің емес, анасының сиыры еді. Егер бірдеңе болып қалса, жауап беру өзіне тиетінін жақсы түсінді. Сол кезде Айсұлу тез жетіп келді. Бірақ үйден емес, бақша жақтан шықты. Қолында күрегі бар еді. Үндеместен күрегін жерге қойып, сиырдың аяғын мұқият қарап шықты, қолымен ұстап көрді. Мал бұлқынып мөңіреп тұрды. Айсұлу 2 қолымен сиырдың басынан жайлап ұстап, баяу ғана бірдеңе айтты. Ержан оның не дегенін анық ести алмады. Алайда сиыр аяқ астынан тынышталып, бұлқынуын доғарды. Айсұлу сымды абайлап шешіп, жарасын қайта қарап, алжапқышының қалтасынан таза шүберек алып шықты. Жарасы терең емес. Жазылып кетеді.
Үйге апарған соң жақсылап жуып, 1-2 күн байлауда ұстаңдар деді. Рахмет деді Ержан, сіз мал дәрігерсіз бе? Айсұлу оған ұзақ қарады. Бұл көзқараста қорқыныш та, келеке де жоқ еді. Бірақ Ержан оның мәнін сөзбен жеткізе алмайтын. Бір түрлі тереңдік сезілетін. Ақыры әйел жай ғана үйіңе қайт деді. Ержан кетіп бара жатып, бұрылыстан тағы бір артына қарады. Айсұлу әлдеқашан күрегін қолына алып, бақшадағы жүйекке қарап тұрған еді. Бұл оқиғаны Ержан анасына айтты. Анасы Күләш Оразқызына жеткізді. Сөйтіп әңгіме бүкіл ауылға тарады. Малға қарауды біледі екен. Демек ауылда өскен адам. Қалалық емес деді бірі. Мүмкін медициналық білімі бар шығар деді екіншісі. Сиырды бірақ сәтте қалай тыныштандырды деп таңғалды үшіншісі. Ал қалтасында үнемі таза шүберек алып жүретіні несі? Деген сауал да шықты. Сұрақ көбейген сайын жауап азая берді. Маусым айының басында бақша түгел егілген, қоршау да толық жөнделген соң Айсұлу бұрынғыдан алысырақ шыға бастады. Бірақ ауылға емес, орман жаққа қарай бет алатын. Таңсәріден кетіп бірнеше сағаттан кейін ғана қайтатын. Өзімен бірге не алып шығатынын да, не алып келетінін де ешкім байқамады. Қолында шағын кенеп дорбасы болатын. Сол дорбамен кетіп, сол дорбамен оралатын. Бір күні Сапар Қайратұлы оны орман соқпағында кездірді. Айсұлу батпақты жер жақтан жайлап келе жатыр екен. Көзі үнемі жерге түсіп тұрған. Дәрілік шөп теріп жүрсіз бе? Деп сұрады ол. Иә деді Айсұлу, емдік мақсатқа ма? Біраз үнсіздіктен кейін жай ғана қызығып жүрмін деді. Дауысы бұрынғыдай бір қалыпты еді. Бұл жауаптан нақты келісім де жоққа шығаруда аңғарылмады. Сапар Қайратұлы артық сұрақ қойған жоқ. Бірақ үйіне келген соң әйеліне, меніңше, ол шөптің қасиетін жақсы білетін адам деді. Оны қайдан байқадың? Деп сұрады Салтанат Ерланқызы, ол батпақты жерге мен омартама қарайтындай көзбен қарады. Иесіндей қарайды. Салтанат Ерланқызы ойланып қалды. Ендеше бұл бір іс шығар деді ішінен. Ал шілде айының ортасында бәрі өзгерді. Кәдімгі жұмыс күні болатын. Күн қапырық еді. Аққайың ауылы түс кезіндегі ыстықтан мүлгіп жатқан. Тауықтар қоршаудың көлеңкесіне тығылып, иттер тілдерін салақтатып көлеңкеде сұлай жатқан. Күләш Оразқызы дүкен сөресінің артында қалып кеткен еді. Оны ауыр қозғалтқыштың үні оятты. Бұл жүк көлігі де, тракторда емес, үлкен жеңіл көлік болатын. Күләш Оразқызы сыртқа шығып көзін сығырайта қарады. Көшемен қала нөмірі тағылған қою көк түсті, шаңы жұқпаған тап-таза көлік баяу жүріп келе жатты. Демек қаладан жаңа шыққан. Рөлде жасы келген ер адам отырды. Жанында қара көзілдірік таққан әйел. Артқы орында тағы бір адам бар еді, бірақ оны анық көре алмады. Көлік дүкеннің қасына да, медициналық пункттің жанына да тоқтамады. Ауылдың бүкіл көшесін баяу жүріп өтіп, бұрылысқа жеткен соң, егістік жанындағы шеткі үйге қарай бұрылды. Күләш Оразқызы алжапқышын шешіп, басына қалпағын киіп, сырт көзге Салтанат Ерланқызының бақшасына бара жатқан адамдай киіп танытып, сол бағытқа беттеді. Көлік әлгі үйдің қақпасының алдында тұр екен. Қозғалтқышы өшірілген. Үшеуі де сыртқа шығып үлгеріпті. Әлгі ер адам, қара көзілдірікті әйел және 20-лар шамасындағы тік жүретін, қимылы шапшаң жас қыз. Олар қақпа алдында тұрып үйге қарап тұрды. Сол кезде Айсұлу оларға қарай шықты. Қолын алжапқышына сүртіп келеді. Бақшада жұмыс істеп жүргені байқалатын. Күләш Оразқызы алыста тұрғандықтан сөздерін ести алмады, бірақ бәрін анық көріп тұрды. Айсұлу қақпадан 3 адымдай жерде тоқтады. Қақпаны ашқан жоқ. Қонақтар да ішке кірмеді. Әңгіме ұзаққа созылған жоқ. Бар болғаны 5 минуттай ғана сөйлесті. Көбірек сөйлеген ер адам болды. Айсұлу тыңдап тұрды да, 1-2 ауыз ғана жауап қатты. Қара көзілдірікті әйел бұрылып көлікке қарай жүріп кетті. Жас қыз сәл кідіріп Айсұлуға ұзақ қарап тұрды. Кейін ол да көлікке отырды. Ер адам тағы бірдеңе айтты. Бұл оның соңғы сөзі болса керек. Айсұлу үн қатпады. Көлік орнынан қозғалып көзден ғайып болды. Айсұлу қақпа алдында бірнеше минут тапжылмай тұрып қалды. Кейін қайтадан бақшасына кіріп кетті.
Күләш ораз қызы бөгде үйдің қоршауына дейін барып, біраз тұрды да, кейін кері бұрылды. Сол кеште оның дүкенінде адам әдеттегіден әлде қайда көп жиналды. «Көрдің бе?» деп бәрі сұрады. «Көрдім. Олар кімдер екен?» «Білмеймін, бірақ жүздерін алыстан анық байқадым». Сосын Күләш ораз қызы біраз үнсіз қалды. Жас қыз Айсұлуға қатты ұқсайды екен деді ақыры. Осы сөзден кейін жұрттың бәрі үнсіз қалды. Сол күннен бастап Аққайың ауылындағы әңгіме мүлде өзгерді. Енді ешкім ол кім немесе қайдан келген деп сұрамайтын болды. Оның орнына ол нені жасырып жүр, кімнен бой тасалап жүр, және өзіне қатты ұқсайтын әлгі жас қыз кім деген сауалдар айтыла бастады. Ал Айсұлу бұрынғысынша дүкенге келіп, қажет заттарын ғана алып, ақшасын дәл есептеп төлеп, үнсіз кетіп жүрді. Тек бір нәрсені Салтанат Ерлан қызы ғана байқап қалды. Әлгі қала көлігі келген күннен кейін Айсұлу қақпасын ішінен ысырмамен бекітіп қоятын болды. Бұрын тек жаба салатын. Бір күні Сапар Қайратұлы оны құдық басында кездірді. Айсұлу су алып тұр екен. Үндемейді, күн қандай тамаша болып тұр деді ол. Иә, жақсы екен деп келісті Айсұлу, жақында үйімізге қонақтар келген еді ғой. Айсұлу бірден жауап бермеді. Толтырған шелектерін көтеріп тіктелді де, мекен жайды шатастырып алған екен деді сабырлы үнмен. Ондай болып тұрады. Сөйтті де үйіне қарай жүріп кетті. Сапар Қайратұлы оның соңынан ұзақ қарап тұрды. Айсұлу шелектерді бір тамшы суын төкпей, тікі арқасымен көтеріп бара жатты. Жүрісі қайда бара жатқанын анық білетін адамның жүрісі еді. Бірақ мекен жайды шатастырып алған деген сөзінде бір түсініксіз нәрсе бар болатын. Өте байсалды, тым салмақты айтылды. Адамдар шынымен қателескенде дәл бұлай сөйлемейді. Бұлай көбіне қарсы алдындағы адамның соған сенгенін қатты қалайтын жан ғана айтады. Ауыл оған сенген жоқ. Енді бәрі үнсіз күтуді бастады. Тамыз айы Аққайың ауылында жыл сайын бірдей өтетін. Балдай тәтті жеміс жидек пісетін, жұмыс көбейетін шақ. Бақшалар өнімге толып тұратын. Әйелдер тосап қайнататын, ер адамдар қыс түскенше қора қопсысын жөндеп үлгеруге тырысатын. Тіршілік бұрынғы қалпымен жалғаса беретін. Әке бабалары қалай өмір сүрсе, бүгінгі жұртта солай күн кешетін. Айсұлу да тосап қайнататын. Кешке қарай мұржасынан тәтті бу шығып тұратын. Әуелі қарақаттың иісі аңқитын, кейін таңқурайдың жұпар иісі сезілетін. Кейінірек ешкім ажырата алмайтын, сәл ғана кермек тартатын, бейтаныс хош иіс тарайтын. Бір күні Салтанат Ерлан қызы қоршау түбінде тоқтап, сол иісті терең жұтып тұрды. Үйіне келген соң күйеуінен бұл қандай иіс екен деп сұрады. Қайдағы? Деді Сапар Қайратұлы, қарақатқа да алмаға да ұқсамайды. Ол иығын қиқаң еткізгенімен келесі күні әдейі сол үйдің жанынан басқа уақытта өтті. Иіс шынында өзгеше еді. Кәдімгі тосаптың иісі емес. Аздап кермек, дәрілік шөпке ұқсайтын аңқыған иіс. Ол ештеңе сұрамады, тек есіне сақтап қойды. Тамыз айының ортасында бұл жолы адамдардың өзі Айсұлуға келе бастады. Алғаш болып қақпасын Гүлнәр қақты. 45 шамасындағы, дауысы зор, мінезі тік әйел болатын. Ауылдағылардың бәрі оны жақсы білетін әрі өткір тіл үшін аздап именетін. Күйеуі ішімдікке салынған. Үлкен ұлы қалаға кетіп содан бері хабарласпаған. Кіші ұлы әлі оқып жүрген. Сырт көзге қайсар көрінгенімен, жанары оның соңғы күшін жинап жүргенін аңғартатын. Ол құр қол келген жоқ. Арнайы сатып алған Сапар Қайратұлының балын және қолдан піскен бір бөлке нан ала келді. Айсұлу қақпаны ашып келген адамға еш таңданыс білдірмей қарады. «Кір» деді. Гүлнәр аулаға кіріп жан-жағына көз жүгіртті. Аула тап-таза. Кіре берісте ескі болса да берік ағаш орындық тұр. Жүйектердің арам шөбі түгел тазартылған. Сарай қабырғасының түбіне отын оқыптап жиналып, үсті жабымен жабылған. Екеуі орындыққа отырып қалды. Айсұлу келген себебін сұрамады. Тек үнсіз күтіп отырды. Белім ауырып жүр деді ақыры. Гүлнәр 3 ай болды. Медициналық пункттегілер белдің сырқаты дейді. Дәрі береді, бірақ көмегі жоқ. Бақшада көптен бері жұмыс істеймін. Бала кезімнен. Әсіресе түнде қатты ауырады. Таңға жақын тіпті күшейеді. Бұрылсам болды, шаншып қалады.
Айсұлу үнсіз отырып қалды да, орнынан тұрып үйге кіріп кетті. Гүлнәр айналасына көз салды. Үйдің терезелері жарқырап тұр. Ақ перделер ілінген. Терезе алдында жіппен буылған бірнеше бума кептірілген шөп жатыр. Сән үшін емес, қажет дүниесін ұқыптап сақтайтын адамның тірлігі бірден байқалатын. Айсұлу қолына шағын кенеп дорба ұстап қайта шықты. Мынаны кешке демдеп ішіңіз. Бір ас қасық шөпті бір кесе қайнаған суға салып, бетін жауып, 20 минут тұндырыңыз. Ұйықтар алдында жылы күйінде ішіңіз. Бір апта жеткілікті деді. Бұл не? Деп сұрады Гүлнәр шөптердің қоспасы. Еш зияны жоқ. Гүлнәр дорбаны алып қолында айналдырып көрді, иіскеді. Қанша тұрады? Ештеңе керек емес деді Айсұлу. Гүлнәр оған қарады. Ал Айсұлу бақшаға қарап отырды. Мен сізге бала келдім деді Гүлнәр, қалдырғын келсе. Қалдыр. Гүлнәр бал мен нанды қалдырып кетіп қалды. Бір аптадан кейін тағы келді. Бұл жолы ештеңе әкелген жоқ. Келе сала, көмектесті деді. Айсұлу басын жай ғана изеді. Мұның солай болатынын бұрыннан білгендей көрінді. Мұны қайдан үйрендіңіз? Деп сұрады Гүлнәр. Үйреткен деді Айсұлу. Кім? Айсұлу сәл үнсіз қалды. Анам деді жай ғана. Осы бір ауыз сөзді айтқандағы үнінде сондай бір мұң бар еді. Гүлнәр енді ештеңе сұрамады. Гүлнәрден кейін басқалары да келе бастады. Әуелде ешкім негізгі шаруасын бірден айтпайтын. Бірі арқан табылмас па екен деп сұрайтын. Көшет қайдан алуға болатынын білгісі келетін. Бірі жоғалғамсын көріңіз бе? Ал әңгіменің соңына қарай ғана белінің, баласының, немесе науқастанып қалған көршісінің жайын сөз ететін. Айсұлу бәрін бірдей қабылдайтын. Асықпай тыңдайтын. Қажеттісін ғана сұрайтын. Кейде шөп беретін, кейде бұл мәселемен медициналық пунктке барған дұрыс, маған емес дейтін. Ақша алмайтын. Ал егер біреу жұмыртқа, сүт немесе картоп секілді қарапайым сыйлыға келсе, одан бас тартпайтын. Ауыл мұны табиғи қабылдады. Өздігінен келген, еш түсініктеме талап етпейтін дүниені қалай қабылдаса, дәл солай қабылдады. Бірақ әңгіме толастаған жоқ. Енді жаңа сауал туды. Егер ол шөптің қасиетін анасынан үйренген болса, онда анасы қазір қайда? Өзі бұрын қай жерде тұрған? Неліктен дәл осы ауылға келді? Неге осы үйді таңдады? Неге ешкімсіз, өткен өмірі туралы ештеңе айтпай, жалғыз өмір сүріп жүр? Бір күні Күләш Оразқызы одан тіке сұрады. Айсұлу, сен осы өмірдің... Айсұлу қайтарған ақшасын қалтасына салып жатып, жоқ деді. Онда қай жақтан келдің? Басқа жақтан? Алыстан? Ол Күләш Оразқызына ұзақ қарады. Жүзінде ашу да, өкпе де жоқ еді. Тек жауабын бәрібір айтпайтынын білдіретін сабырлы көзқарас қана болды. Алыстан деді де сыртқа шығып кетті. Кейін Күләш Оразқызы Салтанат Ерланқызына, түсінесің бе, ол ашуланбайды. Егер ашуланса, бәрі түсінікті болар еді. Ал ол тас қабырға сияқты. Қанша жайлап қақсаң да, ешбір үн шықпайды деді. Салтанат Ерланқызы біраз ойланып отырып, қабырғаның ар жағында бірдеңе бар. Әйтпесе ешкім себепсіз қабырға тұрғызбайды ғой деді. Қыркүйек биыл ерте салқындады. Жұрт бақшадағы өнімін асығыс жинап, қураған сабақтарды өртей бастады. Күні бойы ауылдың үстін көкшіл түтін басып тұратын. Айсұлу да өнімін бұрынғы әдетінше асықпай, бірақ өте ұқыпты жинап жүрді. Картобын жертөлеге өзі түсірді. Ол шын алдын ала ағаштан арнайы науа жасап қойған еді. Қыркүйек айының алғашқы аптасында Аққайың ауылына ауыл әкімі Берік Нұрланұлы келді. Жасы келген, әр нәрсенің мінін іздеп тұратын, қаласа кез келген адамнан кінә табатын кісі болатын. Ешкімге ескертпестен өз көлігімен келіп, әуелі дүкенге кірді. Жан-жағына көз жүгіртіп, бір қорап темекі алды. Ауылдарына жаңа тұрғын көшіп келді деп естідім деді. Ол Күләш Оразқызына көктемнен бері тұрып жатыр деп жауап берді ол. Тіркелген бе? Оны мен білмеймін. Ол мәселені өзінен сұраңыз. Үй Зере Қанапияқызынікі еді ғой. Иә, бірақ Зере Қанапияқызы өсиет қалдырмай дүние салған. Кейін үй аудандық қордың қарауына өткен. Күләш Оразқызы оған сабырмен қарап тұрды. Бұл әңгімені менен емес, өзінен сұраңыз.
Анау бұрылыстан кейінгі үйде тұрады. Берік Нұрланұлы темекісін алып сыртқа шықты. Бір сағаттан кейін қайта оралды. Күләш Оразқызы оның жүзіндегі көңіл күйдің өзгергенін байқамағандай кейіп танытты. Әлдебір үміті ақталмаған адамға ұқсап тұр екен. Құжаттарының бәрі дұрыс, деді ол Күләш Оразқызына қарамастан. Үйде заң талаптарына сай рәсімделген. Басқа ештеңе айтпастан кетіп қалды. Күләш Оразқызы ұзақ уақыт терезе алдында үнсіз тұрды. Құжаттары дұрыс, үй заңды рәсімделген. Демек, заң жүзінде ешқандай кінәрат жоқ. Сонда мұны біреу рәсімдеп берген бе? Әлде Айсұлудың өзі бәрін жақсы білген бе? Егер солай болса, мұндайды қайдан үйренді? Жауап іздеген сайын күдік көбейіп, ешқайсысы бір жерге тоғыспайтын. Қыркүйектің ортасында ауыл адамдары кейін әртүрлі атап кеткен оқиға болды. Бірі оны Дастанның оқиғасы десе, енді бірі бәрі сол кезде басталды дейтін. Дастан Сапар Қайратұлы мен Салтанат Ерланқызының 28 жастағы ұлы еді. Қалада тұратын. Анасының айтуынша бақша жұмысына көмектесу үшін келген. Бірақ сырт көзге бәрі басқаша көрінетін. Өңі қуарған, көзі шаршаңқы, қолы бір орында тұрмайтын. Көп сөйлеспейтін. Күні бойы тынымсыз еңбек ететін. Түнде ғана кеш жатып ұйықтайтын. Бір күні Салтанат Ерланқызы ұйқысыздыққа қарсы шөп сұрау үшін Айсұлуға келді. Сырттай қарағанда бәрін өзі үшін сұрап тұрғандай көрсетті. Айсұлу керегін берді де, жай ғана, ұлыңыз келді ме? Деп сұрады. Қайдан білдіңіз? Деп таңғалды Салтанат Ерланқызы. Көрдім, әкесіне қатты ұқсайды. Салтанат Ерланқызы үнсіз қалды. Біраздан соң бір түрлі болып жүр, деді ақырын ғана. Даусында ешкімге айтқысы келмейтін мұң сезілді. Бірақ үндемей жүру де мүмкін болмай қалды. Ішімдікке салынып кеткен жоқ па? Деп сұрады Айсұлу. Жоқ, мәселе онда емес. Ішінде бір ауыр жүк бар сияқты. Айсұлу ештеңе демеді. Тек білінер білінбес басын изеді. Бірнеше күннен кейін Дастанның өзі келді. Қақпа алдында біраз тұрды. Айсұлу сыртқа шығып оған қарады. Кір, деді жай ғана. Дастан үйге кіріп шамамен 2 сағаттай болды. Не туралы сөйлескенін ешкім білмеді. Үйден шыққан кезде Салтанат Ерланқызы терезеден байқап қалыпты. Кейін өз айтқандай мүлде кездейсоқ көрген екен. Дастан бұрынғыдай емес, өзгеше жүріп бара жатты. Иығы әлі төмен түсіп тұрса да, енді ол ауыртпалықтан қажыған адамның иығына ұқсамайтын. Қайта ұзақ көтеріп жүрген ауыр жүгін жерге қойған адамның кейпі. Кешке анасы одан не туралы сөйлестіңдер? Деп сұрады. Дастан қысқа ғана, әңгімелестік, ана, деді. Анасына бір қарағаны сонша Салтанат Ерланқызы әрі қарай ештеңе сұрай алмады. Келесі күні Дастан қалаға қайтып кетті. Қысқы мереке кезінде тағы келемін деп уәде берді. 3 күннен кейін бұрын соңды болмаған жағдай болды. Ол қаладан өзі телефон шалып, жай ғана, қалайсыңдар? Деп хал сұрады. Салтанат Ерланқызы телефон тұтқасын қойған соң ас үйде ұзақ отырып Айсұлу туралы ойға шомды. Қазан айы жаңбырмен келді. Шеткі үйге баратын жол ми батпаққа айналды. Айсұлу ауылға бұрынғыдан да сирек қатынайтын болды. Аптасына бір-ақ рет келіп керекті заттарын алып қайта кететін. Қазанның соңында Күләш Оразқызы әдейі ақшаның қайтарымын тексеремін деген сылтаумен оны әңгімеге тартып қалды. Қысты осында өткізесің бе? Деп сұрады. Иә. Жалғыз өзің бе? Жалғыз. Отын жеткілікті ме? Жетеді. Қыста жолды қар басады. Ондайда сыртқа шығу қиын болады ғой. Айсұлу қайтарған ақшасын қалтасына салып қойды. Күләш Оразқызына еш ашуланбай, еш мысқылдамай қарады. Шынымды айтсам, мен қыстан қорықпаймын, деді. Сәл кідіріп барып, өзгертуге болмайтын нәрседен қорқудың пайдасы жоқ. Қорыққан сайын тек күшіңді жоғалтасың. Одан да отын жарған әлде қайда дұрыс, деді. Күләш Оразқызы оның соңынан ұзақ қарап тұрды. Сол кеште бұл сөздерді жастайынан жүргізіп келе жатқан қойын дәптеріне жазып қойды. Өзі маңызды деп санаған ойларды үнемі сонда түсіретін. Біраз уақыт қаламын қолынан тастамай отырып қалды. Осындай сөзді қорқыныштың не екенін білмейтін адам айтпайды.
Мұны қорқатын уақыт әлдеқашан өтіп кеткен, ауыр сынақты бастан өткерген, содан кейін өмір сүруді үйренген жан ғана айта алады. Бірақ Айсұлуның басынан нақты не өткені әлі жұмбақ күйінде қалды. Мұны Күләш Оразқызы да білмеді. Ауыл да білмеді. Ал бұрылыстың ар жағындағы үй қазанның қараңғылығында үнсіз тұратын. Терезенің біреуінен ғана жарық көрініп, мұржадан шыққан түтін бір қалыпты көкке көтерілетін. Бұл үйде бәрі бұрыннан дәл осылай болып келе жатқандай әсер қалдыратын. Қарашай Аққайың ауылын сұрғылт көрпедей тұтас жауып алды. Аспан түнеріп тұрды. Күн өте сирек көрінетін, көрінсе де аз ғана уақытқа шығатын. Дәл бұл жерге келгісі келмейтін қонақтай құлықсыз еді. Егістіктер қаңырап бос қалды. Жолдар әбден лайланып, кейін алғашқы аяздан қатып, кедір-бұдыр қатты сүрлеуге айналды. Ауыл тағы да өз ішіне тұйықталды. Бұл жыл сайын қайталанатын көрініс болатын. Адамдар қажет болмаса сыртқа шықпайтын. Үйлерінде пеш жағып, жылы отыратын. Әңгімелері де бұрынғыдан қысқа әрі бәсең естілетін. Тіпті Күләш Оразқызының өзі де дүкенде келгендерді ұзақ бөгемейтін болды. Есіктің саңылауынан суық жел соғып тұратын. Қарашада Айсұлу ауылға өте сирек келді. Бірақ таңертеңде, кешке де мұржасынан түтін үзілмейтін. Кейде Салтанат Ерланқызы су алуға шыққанда, алыстан егістік шетіндегі қара сұлбаны көретін. Айсұлу ағаш белдеуінің бойымен асықпай жүріп, кейде тоқтап, жерге еңгейіп бірдеңе теретін. Қарашада не жинап жүргенін ешкім түсінбейтін. Бірақ бір нәрсе жинап жүргені анық еді. Сапар Қайратұлы өсімдіктің кейбір тамырын жапырағы қуранып қазады. Бар қуаты тамырында болады деді. Салтанат Ерланқызы қарсы уәж айтпады. Өйткені өзі де нақтысын білмейтін. Қарашаның ортасында Аққайың ауылында 81 жастағы қария Оразбай Сейітұлы дүниеден өтті. Ол дүкеннен 3 үй әрірек жалғыз тұратын көне тұрғындардың бірі еді. Бақшасын баяғыда қараусыз қалдырған. Зейнетақысы мен көршілерінің көмегінің арқасында күн өтіп жүрген. Ұйықтап жатып еш қиналмай бақилық болды. Оның жансыз денесін алғаш болып Күләш Оразқызы тауып алды. Күләш Оразқызы 3-ші күн қатарынан терезе қақпағы ашылмағанын байқап қалды. Оразбай Сейітұлын ауылдың ежелгі салтымен бүкіл ауыл болып соңғы сапарға шығарып салды. Айсұлу да жаназаға келді. Мұны бәрі байқады. Ол жұрттың арасына қосылмай, шеткерірек кәрі қайынның түбінде үнсіз тұрды. Жаназа оқылып, марқұмды қабірге апарғанша орнынан қозғалмады. Қабір топырақпен жабылғаннан кейін де бірден кетпеді. Біраз уақыт үнсіз тұрып, кейін өз жолмен жүріп кетті. Гүлнәр оны бұрылыс тұсында қуып жетті. Оразбай Сейітұлын танушы ма едің? Деп сұрады. Жоқ деді Айсұлу, онда не үшін келдің? Айсұлу жүрісін баяулатпастан, адамды ақтық сапарға шығарып салғанда, қасында адамдар болғаны дұрыс. Не ғұрлым көп болса, сол ғұрлым жақсы. Бұл енді марқұм үшін емес, артында қалғандар үшін қажет деді. Гүлнәр біраз уақыт үнсіз қатар жүрді де, сен де жақыныңды соңғы сапарға шығарып салғансың деді. Бұл сұрақ емес, анық айтылған сөз еді. Айсұлу үндемеді. Тек жүрісін жылдамдата түсті. Гүлнәр орнында қалып, оның соңынан ұзақ қарап тұрды да, кейін Құдайы асқа қайтып кетті. Дастархан басында марқұмға арнап алғаш дұға жасалғаннан кейін ол Салтанат Ерланқызына жай ғана, ол жуырда өзіне өте жақын адамынан айырылған. Мұны көзінен көріп тұрмын деді. Салтанат Ерланқызы үндемеді. Тек кесеге тағы шай құйып қойды. Желтоқсан еш ескертусіз бір түнде қалың қарын ала келді. Таңертең Аққайың ауылы аппақ қарға оранып, айнала тып-тыныш болып оянды. Әлдекім бүкіл ауылда аппақ ақ матамен жауып қойғандай әсер қалдырды. Шеткі үйге баратын жолды қар басып қалды. Әзірге қар аса қалың болмаса да, бұрынғы із көрінбей кеткен еді. Ешқандай аяқ ізі жоқ. Сапар Қайратұлы байыпты адам болатын. Қолына күрек алып, Айсұлудың қақпасына дейін жаяу соқпақ салып шықты. Мұны ерекше міндет санаған жоқ. Кез келген көршісіне осылай көмектесер еді. Қақпаны қақты. Айсұлу бірден ашты. Демек, оның келе жатқанын естіген. Саған жол салып бердім деді Сапар Қайратұлы. Айсұлу әуелі оған, кейін жаңа салынған соқпаққа, одан соң қайтадан Сапар Қайратұлына қарады. Рахмет деді.
Бұл жолға алғысы бұрынғысынан өзгеше еді. Жай ғана сыпайылық үшін айтылған сөз емес, шын көңілден шыққан алғыс болатын. Әлгі мызғымас қабырғаның бетінде кішкентай ғана жарықшақ пайда болғандай әсер қалдырды. Отын таусылған жоқ па? Деп сұрады Сапар Қайратұлы. Жоқ, бірақ қажет болып жатса, айта сал. Артық отыным бар. Айтамын. Ол кері бұрылып кетті. Бұрылысқа жеткенде артына қараса, Айсұлу қақпа алдында әлі тұр екен. Үйінен ауылға қарай созылған тар соқпаққа үнсіз қарап тұрды. Сапар Қайратұлы кейін сол көзқарасты ұзақ уақыт ұмыта алмады. Жаңа жылда Дастан уәдесінде тұрып ауылға келді. Қаладан бір қап мандарин мен анасына жаңа етік ала келген. Өңі түзеле бастапты. Әлі толық қалпына келмесе де, бұрынғыдан әлде қайда жақсы көрінді. Көзі сабырланған, қолдары да бұрынғыдай мазасыз емес. Ауылға келгеннің 3-ші күні өзі-ақ Айсұлуға барды. Ешкімнен рұқсат сұрамады. Ештеңе түсіндірмеді. Анасы қайнатқан тосаптың бір құтысын алып, шеткі үйге қарай жүріп кетті. Ұзақ бөгелмеді. Үйге қайтып келгенде тосапты үстелге қайта қойды. Алмады ма? Деп сұрады Салтанат Ерлан қызы. Басқа нәрсе алды деді. Дастан қалтасынан шағын кенеп дорба шығарып көрсетті. Мынаны өзіммен бірге берді. Таңертең 3 апта бойы іш деді. Қандай шөп екен? Айтпады, зияны жоқ қана деді. Салтанат Ерлан қызы дорбаны алып иіскеп көрді. Бұрын соңды сезбеген иіс екен. Сәл кермек, сәл тәттілеу аңқиды. Не туралы сөйлестіңдер? Деп сұрады ол. Дастан үнсіз отырып қалды. Кейін орындыққа жайғасып шынтағын үстелге тіреді. Ол менен ең көп өкінетін нәрсең не? Деп сұрады деді ақыры. Сосын мен жай ғана жауап бердім. Ол ешқандай ақыл айтқан жоқ, ана. Не істеу керегін де үйреткен жоқ. Тек тыңдап отырды. Кейін бір ғана сөз айтты. Не деді? Дастан тағы біраз үнсіз қалды. Өкіну қалыпты нәрсе. Бірақ өкіне беру мен өмір сүру екі бөлек іс. Екеуін қатар алып жүру мүмкін емес деді. Салтанат Ерлан қызы үнсіз отырды. Біраздан кейін ғана ақылды адам екен деді. Иә, деп келісті Дастан, бірақ өте мұңды жан. Мен соны байқадым. Күлімсірейді, бірақ бәрібір мұң сезіліп тұрады. Қаңтар қатты аязбен басталды. Ауылдағы су құбырлары 2 апта бойы қатып қалды. Жұрт құдыққа шанамен барып, суды үлкен құтылармен таситын болды. Аққайың ауылындағы жолды жалғыз трактор ғана тазалайтын. Шеткі үйге ең соңында жететін. Айсұлу бірнеше күн бойы сырт әлемнен толық оқшауланып қалды. Кейін Сапар Қайратұлы тағы да күрегін алып жол салуға шықты. Бұл жолы Айсұлу да қолына күрек ұстап қарсы шыққан екен. Екеуі орта жолда кездесті. Бірі бір жағынан, екіншісі екінші жағынан қар аршыды. Ұзақ уақыт үнсіз еңбек етті. Кейін Сапар Қайратұлы, су жеткілікті ме? Деп сұрады. Қорым бар. Қар ерді пайдаланамын. Әуресі көп қой. Ештеңе етпейді. Біраз уақыт тағы үнсіз қалды. Қар күрекке құрғақ сықырлап түсіп жатты. Кенет Сапар Қайратұлы, сен үнемі жалғыз болдың ба? Деп сұрап қалды. Неге бұлай сұрағанын өзі де түсінген жоқ. Сөз өздігінен аузына шығып кеткен еді. Айсұлу жұмысын тоқтатпады. Қарды арши берді. Жоқ деді жай ғана. Үнемі емес. Басқа ештеңе қоспады. Сапар Қайратұлы әңгімені әрі қарай жалғастырмады. Екеуі соқпақты толық ашып болған соң, әрқайсысы өз жолымен кетті. Бірақ әлгі жоқ, үнемі емес деген 2 ауыз сөз оның ойынан көпке дейін кетпеді. Сол қысқа жауаптың өзінде-ақ артық сұрақты қажет етпейтін тұтас бір өмір жатқандай еді. Ақпан айында Аққайың ауылына тағы бір әйел келді. Бұл жолы жаздағыдай қала нөмірі тағылған көлік емес, жергілікті нөмірлі, әбден ескірген қарапайым жеңіл көлік болатын. Рөлде өзі отырды. 45-те шамасындағы мығым денелі, шашын қысқа қиған әйел екен. Алдымен дүкенге кіріп Күләш Оразқызынан. Айсұлу деген әйел осы ауылда. Үйін айтып жібере аласыз ба? Деп сұрады. Күләш Оразқызы оған барлай қарады. Не шаруамен іздеп жүрсіз? Әйел еш бұрмаламай, ескі танысым деді. Баяғыдан бері танимын.
оның жүзінен бір жылылық байқалды. Жазда келген адамдардағыдай қысылу да, мазасыздық та жоқ еді. Сондықтан Күләш Оразқызы артық сұрақ қоймай, жолды түсіндіріп берді. Әйел басын изеп көлігіне отырып, егістік жаққа қарай жүріп кетті. Күләш Оразқызы тонын киіп, Салтанат Ерланқызының үйіне тартты. Сырттай қарағанда тұз сұрауға бара жатқандай көрінгенімен, шын мәнінде жаңа көргенін айтуға асыққан еді. Жол бойы әлгі әйел туралы ойлады. Бұл бұрынғыларға ұқсамайды. Қалалықтарға тән биязылық жоқ. Жазда келгендердей қысылып тұрғанда емес. Керісінше өз адамы сияқты. Айсұлуға ұқсас бір қырын байқадым деп ойлады. Екеуі Салтанат Ерланқызымен кеш батқанша отырып әңгімелесті. Бірақ әлгі көліктің қайтып шыққанын көрмеді. Қонақ сол күні кетіп қалды ма, әлде түнеді ме белгісіз еді. Өйткені шеткі үйге баратын жол бұрылыстан кейін көзден ғайып болатын. Келесі күні Айсұлу әдеттегідей дүкенге келді. Нан, тұз және жарма сатып алды. Күләш Оразқызы оның жүзіне мұқият қарады. Әдеттегідей сабырлы. Ақыры шыдамай, кеше саған бір әйел келді ғой. Денелі, шашын қысқа қиған деді. Айсұлу қайтарған ақшасын алып, бір сәт үнсіз тұрды. Иә, келді деді жай ғана. Танысың ба? Иә. Қайдан танисың? Айсұлу оған қарады. Осы жолы Күләш Оразқызы оның жанарынан бұрын соңды байқамаған бір сезімді көрді. Бұл ашу емес еді. Шаршау да емес. Керісінше, дәл осы сәтте өз ішінде әлдебір шешім қабылдап тұрған адамға ұқсайтын. Қолында ақшасы бар күйі дүкен сөресінің алдында тұрып, әлденені таразылап тұрғандай көрінді. Біз бірге жұмыс істегенбіз. Баяғыда, деді Айсұлу, қайда жұмыс істедіңдер? Ұзақ үнсіздік орнады. Ауруханада мен дәрігер болдым, деді ақыра. Күләш Оразқызы сілейіп тұрып қалды. Дәрігер болдым. Мен дәрігермін демеді. Дәрігер болдым деді. Айсұлу ақшасын қалтасына салып, дорбасын қолына алды. Сау болыңыз деді де сыртқа шығып кетті. Күләш Оразқызы ұзақ уақыт орнынан қозғалмай тұрды. Кейін баяу ғана орындыққа отырды. Дәрігер екен ғой. Енді бәрі түсінікті болды деп ойлады ол. Қолы еңбекке үйренгенімен қимылы өте дәл еді. Сиырды да тірі жанмен жұмыс істеуді білетін адамның сенімділігімен тыныштандырды. Дәрілік шөптерді ауыл арасындағы емші сияқты емес, арнайы білім алған адамдай меңгерген. Дастанға да шөппен емес, дер кезінде айтылған дұрыс сөзбен көмектесті. Берік Нұрланұлымен де байыппен сөйлесіп, оны еш дау-дамайсыз шығарып салды. Демек, билік өкілдерімен қалай сөйлесу керегінде жақсы білетін. Бірақ неге дәрігер болдым деді. Бұл сөз нені білдіреді? Кешке қарай бұл жаңалықты бүкіл Аққайың ауылы білді. Түнге дейін әркім әр түрлі жорамал айта бастады. Гүлнәр жұмыстан шығарып жіберген шығар. Неге екенін ешкім білмейді деді. Ал Күләй басын шайқап, жоқ, ол өзі кеткен. Мұндай адамдарды ешкім қуып жібере алмайды. Оның жүзінде жеңілген адамның ізі жоқ. Қайта өз тағдырын өзі таңдаған жанның жүзі бар деді. Салтанат Ерланқызы үндемеді. Оның ойы басқа жақта еді. Дастанның күлімсірейді, бірақ өте мұңды деген сөзі есінен кетпей қойды. Сондай-ақ Айсұлудың дәрігер болдым деген сөзінде қайта-қайта ойлады. Қазір жұмыс істемеймін демеді. Ол жерден кеттім де демеді. Тек болдым деді. Әлгі өмірі бір жола аяқталғандай. Оған ешкім тыйым салғандықтан емес, қайта оралу мүмкін болмайтындай бір ауыр оқиға болғандықтан аяқталғандай көрінді. Сол кеште Сапар Қайратұлы пештің жанында үнсіз отырып, жалынға ұзақ қарады. Не ойлап отырсың? Деп сұрады әйелі. Мынадай адам туралы ойлап отырмын деді ол асықпай. Кезінде дәрігер болған. Қазір жалғыз өзі осы ауылда тұрады. Ауыл адамдарына дәрілік шөппен көмектеседі. Ақша алмайды. Демек, ол дәрігер болып жүрген өмірінде өте қымбат бір дүниесін сол жақта қалдырған. Бірақ оның не екенін білмеймін. Сыртта ақпанның көгілдір әрі тынық кешеді. Егістіктің ар жағындағы шеткі үйдің жалғыз терезесінен жылы жарық көрініп тұрды. Қараңғылықтың ортасындағы кішкентай ғана жылу ұясы секілді еді. Аққайың ауылы көктемді күтіп жүрді. Бәрі көктеммен бірге тағы бір маңызды нәрсе де келеді деп іштей сезетіндей болатын.
Сол жылы көктем кешігіп келді. Қар сәуірдің ортасына дейін ерімей жатты. Сұрланып шөге түскенімен жерді босатуға асықпады. Жолдар егістік толық ашылмай жатып ақмей батпаққа айналды. Бірнеше апта бойы Аққайың ауылы көктемгі лайсаңның құрсауында қалды. Ондай кезде адам да дұрыс жүре алмайды, көлік те бекерге жолға шықпайды. Сол күндері Айсұлу ауылға өте сирек келді. Бірақ мұржасына шыққан түтін бір сәтке де үзілмейтін. Мұны әсіресе Салтанат Ерлан қызы күн сайын таңертең бақылап жүрді. Енді ол мұны қызығушылық үшін емес, өзі де түсіндіріп бере алмайтын басқа бір сезіммен істейтін. Сәуірдің соңына қарай жер кебе бастады. Егістіктер қара қоңыр тартып, еріген қар суы сіңген дымқыл топырақтың иісі аңқыды. Айсұлу тағы да бақшасына шықты. Былтыр неден бастаған болса, биыл да дәл содан бастады. Қолында күрек, алдында жер. Жүйек сайын асықпай қопарып келеді. Ауыл адамдары оған тағы да қарап жүрді. Бірақ бұл жолғы көзқарас мүлде басқа еді. Алғашқы айлардағыдай күдік пен сақтық жоқ. Оның орнына үнсіз өкінішке ұқсас бір сезім байқалатын. Адамды ұзақ уақыт қате өлшеммен бағалап, кейін ғана соны түсіне бастаған кездегі көзқарас еді. Мамыр айының басында Гүлнәр Айсұлуға бұл жолы шөп сұрап та басқа шаруамен де барған жоқ. Жай ғана соқты. Қолына өз бақшасынан жаңа жиналған бір шелек шомыр алып келіп қақпа алдына қойды. Айсұлу сыртқа шығып, оны көрді де ішке шақырды. Екеуі баяғы кіреберістегі ағаш орындыққа отырды. Күн жылы еді. Сол көктемдегі алғашқы шынайы жылы күн болатын. Айналадан дымқыл жер мен жаңа жайқалған жапырақтың жұпар иісі аңқып тұрды. «Қашаннан бері жалғызсың?» деп сұрады Гүлнәр, ол сұрақты әрқашан тіке қоятын. Бірақ ешқашан мазақтап та аяп та сөйлемейтін. Айсұлу қолындағы шөп шайын ұстап отырып, бақшаға қарады. 3 жыл болды, деді. Күйеуім қайтыс болды. Гүлнәр басын изеді. Қайғына ортақпын демеді. Түсінемін де демеді. Тек айтылған сөзді қабылдаған адамның ишарасын ғана білдірді. Біраздан кейін балаң бар ма? деп сұрады. Бұл жолғы үнсіздік ұзағырақ созылды. Бар, деді Айсұлу, қызым бар. Жазда келген сол қыз ба? Айсұлу бұрылмады. Әлі де бақшаға қарап отырды. Иә. Бірге тұрмайсыңдар екен ғой. Бұл да сұрақтан гөрі тұжырымға көбірек ұқсайтын. Жоқ. Гүлнәр әрі қарай қазбаламады. Екеуі шайларын ішіп болып, шомырдың шығымы, биыл жердің кеш жылынғаны, егінді биыл кешірек егу керектігі жайында қарапайым әңгіме айтты. Кетерінде Гүлнәр қақпа алдында тоқтады. Бірдеңе керек болса, айта сал. Мен жақынмын, деді. Айсұлу оған қарады. Рахмет, деді. Қыста Сапар Қайратұлына алғыс айтқандағыдай, бұл сөздің ішінде де жай сыпайылықтан әлдеқайда терең жылық бар еді. Мамыр айында Аққайың ауылында кейін талай оқиғаның бастауына айналған жағдай болды. Раушан Әбілқайырқызының 9 жастағы немересі Арсен демалысқа әжесінің үйіне келген болатын. Раушан Әбілқайырқызы 62 жастағы, ешкімге зияны жоқ, момын әйел еді. Бір күні баланың қызуы аяқ астынан қатты көтеріліп 40 градусқа жуықтады. Сол күні медициналық пункт жабық болатын. Маман аудан орталығындағы оқуға кеткен. Аудандық ауруханаға дейінгі 23 шақырым жол көктемгі лайсаңнан енді ғана кебе бастаған еді. Раушан Әбілқайырқызы қатты сасып қалды. Көрші әйелдер түгел жиналып, әрқайсысы өз білгенін айтып, бірінен бірі өтетін кеңес бере бастады. Бала төсек үстінде қызуы көтеріліп, беті алаулап жатты. Дем алысы жиілеп кеткен, қойылған сұрақтарға жауап бере алмайтын. Бір кезде әлдекім, Айсұлуды шақырыңдар, деді. Гүлнәр еш ойланбастан жүгіріп кетті. Шамамен 20 минуттан кейін Айсұлу келді. Қолында ескілеу болса да ұқыпты ұсталған шағын былғары сөмкесі бар екен. Үйге кірген соң бәрінен бөлмеден шығуды өтінді. Іште өзі, Арсен және Раушан Әбілқайырқызы ғана қалды. Бөлменің ішінде не болғанын кейін Раушан Әбілқайырқызы айтып берген еді. Айсұлу баланы еш асықпай, сабырмен қарап шықты. Қимылдары дағдыланған, өте дәл болатын. Әуелі тамағын тексерді. Кейін лимфа бездерін сипап көрді. Шым басты. Дем алысына құлақ түрді. Содан кейін сөмкесін ашты.
Оның ішінде бірнеше ғана құты, матаға оралған бір нәрсе және кішкентай қойын дәптер бар екен. Бұл тамақ ауруы емес, деді ол Раушан Әбілқайыр қызына. Көбіне вирустық сырқатқа ұқсайды. Бірақ міндетті түрде дәрігерге көрсету керек. Қазір алып жүруге болмайды. Бала әлсіз. Егер таңға дейін қызуы түссе, таңертең апарыңыздар. Ал егер түспесе, бірден жедел жәрдем шақырыңыздар. Күтпеңіздер. Ол қойын дәптеріне бір нөмір жазып парағын жұлып берді. Аудандық ауруханаға бірден хабарласыңыздар. Медициналық пунктке соқпай-ақ қойыңыздар. Баланың қызуы жоғары екенін, түспей жатқанын және балалар дәрігерінің қарауы қажет екенін айтыңыздар. Кейін сөмкесінен шағын құты шығарды. Бұл дәрі емес. Тек өзін сәл жеңіл сезінуіне көмектеседі. Сонымен бірге аз-аздан жиі су ішкізіңіздер. Ең бастысы, баланы қалың қымтап тастамаңыздар. Раушан Әбілқайыр қызы оған ұзақ қарап отырды. Сіз дәрігерсіз ғой. Өзіңіз емдей алмайсыз ба? Деді. Айсұлу сөмкесін жапты. Мен қарап, не көріп тұрғанымды ғана айталамын, деді байыппен. Ал емдеуді тиісті рұқсаты мен қажетті жабдығы бар дәрігер жүргізуі керек. Мен бұл жерде дәрігер емеспін. Мен тек көршімін. Сіз балалар дәрігері болдыңыз ба? Деп сұрады Раушан Әбілқайыр қызы. Аз ғана үнсіздіктен кейін Айсұлу, жоқ, балалар дәрігері болған емеспін, деді. Ол түн ортасына дейін сол үйде қалды. Көрші бөлмеде Раушан Әбілқайыр қызымен шай ішіп отырып көбіне үндемеді. Түнгі сағат 2 шамасында Арсеннің қызуы түсті. Таң ата бала су сұрап, ойыншығын қайда қойғандарын сұрады. Раушан Әбілқайыр қызы ас үйде көзіне жас алды. Айсұлу сөмкесін жинап алды. Сау болыңыз, деді. Тоқтай тұрыңызшы. Сізге қалай алғыс айтарымды білмеймін. Ештеңенің керегі жоқ. Бәрі жақсы болды, деді Айсұлу, сөйтіп таңғы тыныштықта егістік арқылы өтетін соқпақпен өз үйіне қарай жүріп кетті. Осы оқиғадан кейін ауылда бір нәрсе түбегейлі өзгерді. Енді ешкім оның кім екенін, қайдан келгенін сөз етпейтін болды. Әңгіме, әрине, тоқтаған жоқ. Әңгімесіз ауыл болмайды. Бірақ сөздің бағыты өзгерді. Енді жұрт оның қандай құпиясы барын емес, қандай ауыр өмірді бастан өткергенін айтатын болды. Бір күні көптен бері сұрағы көкейінде жүрген Күләш Оразқызы ақыры батылдық жинады. Түс кезінде дүкенге Айсұлу келді. Сатып алушы аз болатын. Күләш Оразқызы оның қажет заттарын жинап болғанын күтіп, бұрынғыдай шүйлікпей, жай ғана, Айсұлу, жауап бергін келмесе, үндемей-ақ қой. Мен түсінемін, деді. Айсұлу дорбасын үстелге қойып оған қарады. Сұраңыз. Өткенде дәрігер болдым дедің. Дәрігермін демедің. Ештеңені түсіндір деп тұрған жоқпын. Тек мынаны білгім келеді. Сен бұл ауылға барар жерің қалмағандықтан келдің бе, әлде өз еркіңмен таңдадың ба? Айсұлу ұзақ үнсіз қалды. Тіпті Күләш Оразқызы жауап болмайтын шығар деп ойлап үлгерді. Ақыры Айсұлу, екеуі де себеп болды. Ондайда болады, деді. Иә, болады, деді Күләш Оразқызы. Сол сәтте Айсұлу күтпеген жерден, мен қатты шаршадым. Тек шаршадым. Түсінесіз бе? Деді. Бұл сөзді өзі де күтпегендей еді. Түсінемін, деді Күләш Оразқызы. Сол сәтте ғана ол осы бір жылдың, осы бірнеше айдың ішінде алғаш рет Айсұлуды шын мәнінде түсінгендей болды. Айсұлу дорбасын алып, ақысын төлеп есікке қарай беттеді. Айсұлу, деп дауыстады Күләш Оразқызы, ол артына бұрылды. Біздің ауылға келгенің жақсы болды, деді Күләш Оразқызы жай ғана. Айсұлу оған бір сәт үнсіз қарап тұрды да, басын изеп сыртқа шығып кетті. Маусым айында қызы келді. Бұл жолы жаздағыдай 3 адам емес. Сол қала нөмірі тағылған көлікпен жалғыз өзі жетті. Көлікті де өзі айдап келді. Жұма күні кешке, күн егістікке қарай еңкейіп, айнала алтын түске боялған шақ еді. Ауыл адамдары көліктің бұрылысқа түсіп шеткі үйге қарай кеткенін көрді. Бірақ кері шыққанын байқамады. Демек түнеп қалған. Салтанат Ерланқызы мұны күйеуіне айтты. Сапар Қайратұлы үнсіз ғана басын изеді. Екеуі бұл жайында артық сөз қозғамады. Бірақ екеуі де мұның маңызды екенін іштей сезді.
Неліктен маңызды екенін өздері де түсіндіре алмайтын. Қызы 2 күн болды. Жабық қақпаның ар жағында не болғанын ешкім білмеді. Бірақ бұл жолы ауыл адамдары бұрынғыдай себеп іздеп жақындамады. Бәрі үнсіз келісіп алғандай болды. Бұл өздерінің шаруасы деген түсінік қалыптасты. Сенбі күні екеуі бірге сыртқа шықты. Айсұлу мен жас әйел егістік бойындағы қара жолмен қатар жүрді. Асықпай сөйлесіп келеді. Кейде үндемей қалатын. Не айтқандары алыстан естілмейтін. Гүлнәр оларды бақшасынан көріп қалып, кейін Салтанат Ерлан қызына айтып берді. Білесің бе, олар қалай жүрді? Деді ол. Бір-біріне тым жақында емес, алыста емес. Қол солса жететіндей ара қашықтықпен. Бір кезде өте жақын болып, кейін алыстап кеткенде, енді қайтадан бір-біріне жол табуға тырысып жүрген адамдар секілді. Қызы анасына түр жағынан айнымайды. Бірақ мінезі басқа. Әлде қайда жұмсақ. Әлде өмір оны әлі қатайтып үлгермеген. 3-ші күні, жексенбі күні таңертең көлік қайта жолға шықты. Айсұлу қызы кеткенше қақпа алдында тұрды. Көлік бұрылыстан көзден ғайып болған соң да ұзақ уақыт орнынан қозғалмады. Таңғы тыныштықта жалғыз өзі қақпа алдында үнсіз тұрды. Мұны Сапар Қайратұлы өз ауласынан көріп тұрды. Бірақ дауыстамады. Тек үнсіз бақылап тұрды. Біраздан кейін Айсұлу бақшасына барып, қолына тырмасын алып, әдетінше жүйектердің топырағын қопсыта бастады. Маусымның соңында Раушан Әбілқайыр тағы келді. Бұл жолы ештеңе сұрауға емес. Үйде пісірген 40 қабат бәлішін әкеліп үстелге қойды. Немерем толық айығып кетті, деді ол. Соған рахмет айтқым келді. Қуаныштымын, деді Айсұлу. Арсен сізді жиі сұрайды. Мен оған өте мейірімді бір жан бар деп айтып бердім. Айсұлу үнсіз ғана Раушан Әбілқайыр қызына қарады. Неге олай дейсіз? Деді Айсұлу ақырын ғана. Мейірімді адам дейсіз бе? Бұл маған сай келмейді. Раушан Әбілқайыр қызы тосылып қалды. Онда кімге сай келеді? Айсұлу біраз үнсіз отырды. Мен тек қолымнан келетін істі ғана жасадым, деді кейін. Бұл мейірімділік емес. Бұл білетін нәрсеңді қажет кезде істемей тұра алмау. Раушан Әбілқайыр қызы осы сөздерді ұзақ ойлады. Ойлаған сайын Айсұлудың өткен өмірінен бір сыр сезілетіндей көрінді. Ол бұл ауылға өзімен бірге әлде бір ауыр жүкті ала келгендей еді. Сол жүк жабық қақпаның ар жағында қалып қойғандай болатын. Ол кінәда емес, мақтанышта емес. Екеуінен де ауыр, екеуінен де ащы бір нәрсе еді. Мұны ауыл адамдары да біртіндеп сезіне бастады. Әлі толық түсінбесе де, іштей аңғаратын болды. Ауыл адамдары ауа райының өзгерісін бір күн бұрын қалай сезсе, мұны да дәл солай баяу түйсінді. Аққайын ауылындағы Айсұлудың 2-ші жылы алғашқы жылынан өзгеше басталды. Ауылдың өзі өзгерген жоқ. Сол баяғы қалпы. Өз тәртібі, өз әңгімесі, өзіне ғана тән баяу қайсар тіршілігімен өмір сүріп жатты. Бірақ адамдардың Айсұлуға деген көзқарасы өзгерді. Дүкен жанында көргенде жылырақ амандасатын болды. Сапар Қайратұлы қоршаудың ар жағынан қол бұлғайтын болды. Гүлнәр кейде ешқандай себепсіз келіп, үстелге бір құты сүт қоя салатында, үнсіз ғана біраз отырып кететін. Мұның бәрі ешкім жария етпеген, көзге түсе бермейтін өзгерістер еді. Ауыл Айсұлуды тамыр жайып кеткен өз дүниесін қалай қабылдаса, дәл солай қабылдады. Еш салтанатсыз, еш жариясыз. Баяғыдан бері осы ауылдың тұрғыны сияқты қабылдады. Айсұлу мұны өз жүрегімен сезді. Бірақ бұрынғысынша ештеңе айтпады. Сол жылы ол бақшасын кеңейтті. Дәрілік шөптерге арнап тағы 2 жүйек қосты. Дәрілік шүйгін шөп, сасық шөп, шайқура екті. Кіреберіс дәлізге кептіруге арналған ағаш сөре жасап шықты. Ескі тақтайлардан құрастырылғанымен өте мықты еді. Бұл ұзақ әрі мұқият еңбекті талап етті. Бір күні Сапар Қайратұлы аулаға кіріп келді. Айсұлу соңғы сөрені қағып жатқан екен. Ол табалдырықтың алдында тоқтады. Жақсы жасапсың, деді. Әкем үйреткен, деп жауап берді Айсұлу жұмысын тоқтатпастан. Сапар Қайратұлы әңгімені созған жоқ. Тек басын изеді. Бірақ осы сөз есінде қалып қойды. Демек әкесі болған. Балалық шағы да болған. Тек бұл ауылда емес.
Бірақ соған ұқсас бір жерде өткен сияқты. Әйтпесе адам балғаны дәл бұлай ұстай алмайды. 2 жылдың тамыз айында кейін ұзақ уақыт сөз болған оқиға болды. Әуелде жұрт оны сыбырлап қана айтатын. Кейін ашық айта бастады. Аққайын ауылына аудандық денсаулық сақтау бөлімінен Асқар Төлегенұлы келді. Жасы келген, қолында портфелі бар, жүзінен шаршау байқалатын қызметке. Бұл жолы ол ресми құжаттармен келген. Айсұлуды үйіне емес, медициналық пунктке шақырды. Арнайы кездесуге. Мұны ауыл лезде естіп қойды. Күләш Оразқызы Айсұлудың медициналық пунктке қарай асықпай, баяғы қара орамалы мен сабырлы кейіпте бара жатқанын көрді. Жүзі бұрынғыдай тұйық. Қолдары байыпты. Әңгіме шамамен 1 сағатқа созылды. Кейін Асқар Төлегенұлы бірінші болып шықты. Көлігіне отырып, портфеліне бір қағаздарын салып қойды да, біраз отырған соң кетіп қалды. Артынша Айсұлу шықты. Дүкеннің қасынан өте бергенде Күләш Оразқызы оны тоқтатты. «Кіріп шықпайсың ба?» деді. Айсұлу дүкенге кіріп бір бөлке нан алды. Сосын өзі сөз бастады. Олар маған уақытша жұмыс ұсынды. Медициналық пункттің маманы 3 айға ота жасатып емделуге кетеді екен. Орным басып тұруымды өтінді. Күләш Оразқызы үндемеді. Айсұлудың жалғастыруын күтті. Мен келіспедім, деді Айсұлу. Неге? Ұзақ үнсіздік орнады. Өйткені қайта бастасам, тоқтау қиын болады. Ал мен дәл тоқтай білуді үйренуім керек еді, деді ол жай ғана. Күләш Оразқызы оған ұзақ қарады. Үйрендің бе? деп абайлап сұрады. Айсұлу қайтарған ақшасын алып, әлі үйреніп жүрмін, деді. Бірақ шындық осы бір ауыз сөзден әлдеқайда күрделі еді. Қыркүйекте медициналық пункттің маманы отаға кетіп, пункт уақытша жабылды. Аудандық ауруханаға дейін 23 шақырым жол. Жедел жәрдем ең жақсы жағдайда 40 минутта ғана жететін. Алғашқы 2 апта жұрт шыдап жүрді. Кейін Күләйдің қан қысымы күрт көтеріліп, басы айнала бастады. Туыстары қалада еді. Бірден хабарласа алмады. Көршісі жүгіріп барып Айсұлуды шақырды. Ол дереу келді. Қарап шықты. Үйдегі ескі тонометрді тауып алып қан қысымын өлшеді. Жата тұр, деді Күләйге, аяғыңды төсектен төмен түсір. Терезені сәл аш. Бүгін өлемін бе? деп сұрады. Күләй даусында қорқыныш жоқ еді. Тек көпті көрген қарияларға тән сабыр ғана сезілді. Жоқ, деді Айсұлу, бүгін емес. Күләй жымиып қойды. Онда маған неге сонша қарап отырсың? Сені бақылап отырмын. Қалай көрініп тұрмын? Бәрі бітті, деп өз-өзімен келісіп, содан кейін сәл ғана жеңілдеп қалған адам сияқты. Күләй үнсіз қалды. Мүмкін солай шығар, деді кейін. 84 жас деген аз емес қой. Адам шаршайды. Иә, шаршайды, деп келісті Айсұлу, бірақ әзірге сенің тағдырыңды қан қысымы шешпейді. Екеуі ескі үйдің тыныштығында үнсіз отырды. Пештің кептірілген гүлдердің және уақыттың иісі аңқып тұрды. Кенет Күләй, кімді жерледің? деп сұрады. Даусында қазбалау жоқ еді. Мұндай сұрақты өмірден қорықпайтын өте қарт адамдар ғана қоя алады. Айсұлу терезеге қарап отырып қалды. Біраздан кейін күйеуімді, деді. Тағы үнсіз қалды. Одан кейін бір науқас баланы. Үй үшін үнсіздік басты. Оған өзіңді кінәлі сезінесің бе? деп сұрады Күләй баяу ғана. Жоқ, деді Айсұлу, кінәлі емеспін. Бірақ оны білу әрдайым жеңілдік әкелмейді. Күләй көзін жұмды. Иә, көмектеспейді. Мұны жақсы білемін, деді. Бұдан кейін олар бұл тақырыпқа қайта оралмады. Айсұлу тағы 1 сағаттай отырып, қан қысымы қалыпқа түскен соң ғана кетіп қалды. Күләй бұл әңгімені ешкімге айтпады. Қыс түскенше үнсіз сақтады. Кейін бір күні ғана Салтанат Ерлан қызына оңаша отырып айтып берді. Ол бір науқас баласынан айырылған екен. Міне, сол себепті дәрігерлікті тастап кеткен. Тек шаршағандықтан емес. Сол қайғыдан. Салтанат Ерлан қызы үндемей тыңдады. Ал Күләй сөзін жалғастырды. Ол қайта оралмаған. Қорыққандықтан емес. Кейбір қайғыдан кейін адам бұрынғы кәсібіне қайта бара алмайды. Қолынан келмегендіктен емес. Өйткені әр жолы баяғы көргенін қайта көреді.
Салтанат ерлан қызы ұзақ уақыт үнсіз отырды да ақырында мұны қайдан білесің? Деп сұрады. Өйткені мен де сондай болдым деді Күләй, тек менікі баяғыда болған. Күзде Айсұлуға қызы тағы келді. Бұл жолы ешкімге ескертпей аптаның ортасында жетті. Ауыл адамдары көлікті көргенімен ешкім бұрынғыдай сыртқа шығып қараған жоқ. Сапар Қайратұлы қоршаудың ар жағынан басын изеп, омартасына қарай кетті. Гүлнәр терезеден бір қарап алып пердені жауып қойды. Ал Күләш Оразқызы қойын дәптеріне қысқаша ғана қызы келді. Жақсы деп жазып қойды. Қызы 3 күн болды. Екінші күні екеуі бірге бақшаға шықты. Үндеместен қатар еңбек етті. Айсұлу жер қазып жүрді, қызы картопты қаптарға жинады. Қызының қимылынан қалалық адамның икемсіздігі байқалатын. Бірақ ол бірде-бір рет шағымданбады, жұмысты да тоқтатпады. Гүлнәр бәрібір сыртқа шығып, құдыққа су алуға бара жатқандай кейіп танытып, солардың жанынан өтті. Басын изеді. Көмек керек пе? Деп сұрады. Өзіміз үлгереміз деді Айсұлу. Көрініп тұр деді Гүлнәр, кейін қызына қарап, сен анаңа қатты ұқсайды екенсің деді. Қызы басын көтеріп әуелі Гүлнәрге, сосын Айсұлуға қарады. Сол көзқараста түсіну қиын бір сезім бар еді. Солай дейді деп жауап берді жай ғана. Гүлнәр суын алып үйіне қайтып кетті. Бірақ қызының анасына қараған әлгі көзқарасын ұмыта алмады. Ол жерде өкпе де жоқ, ерекше мейірім де жоқ еді. Екеуінің ортасында ғана болатын ұзақ уақыт екі бөлек өмір сүріп, кейін қайтадан бір-біріне жол іздей бастаған адамдарға тән ауыр сезім жатқандай көрінді. Мұны Гүлнәр өмір бойы есінде сақтады. 3-ші күні қайтар алдында қызы дүкенге кірді. Күләш Оразқызы оны бірден таныды. Жазда алыстан бірақ рет көргеніне қарамастан, жүрісінен де, жүзінен де танып қойды. Сәлеметсіз бе деді қыз. Сәлеметсің бе деп жауап берді Күләш Оразқызы. Қыз сөреден шырын, печене және жолға қажет ұсақ түйек заттарды алды. Кейін кассаның алдында аздап бүгіліп қалды. Сіз анамды көптен бері танисыз ба? Деп сұрады. 1 жылдан сәл асты. Ол бұл жерде қалай өмір сүріп жүр? Күләш Оразқызы жауап беруге асықпады. Біраз ойланып барып, адамша өмір сүріп жүр. Алғашында қиындау болды. Қазір бәрі жақсырақ деді. Қызы үнсіз тыңдап тұрды. Ол сіздерден көмек сұрамады ма? Деп тіке сұрады. Жоқ. Қызы жай ғана, ол ешқашан көмек сұрай алмайтын деді. Көп адам сұрай алмайды деді Күләш Оразқызы. Мұның еш айыбы жоқ. Ең бастысы, адам сұрамаса да көмекті ұсынуға болады. Ол ешкімді кері итермейді. Қызы қайтарған ақшаны жұдырығына қысып бір сәт үнсіз тұрды. Мұнда осындай адамдардың барына рахмет деді. Сөйтті де шығып кетті. Күләш Оразқызы ұзақ уақыт терезе алдында тұрды. Қала нөмірі тағылған көліктің ауылдың басты көшесімен баяу жүріп, бұрылысқа қарай кеткенін көрді. Артынша қозғалтқыштың үні естіліп, көлік үлкен жолға қарай ұзап кетті. Ол қойын дәптерін алып, асықпай былай деп жазды. Қызы, анам көмек сұрай алмайды деді. Демек, ол өмір бойы бар ауыртпалықты жалғыз көтеріп келген. Бір күні көтере алмай қалған кезде де жайлап емес, бірден құлаған шығар. Бұрылыстың ар жағындағы үйдің сыры осында шығар. Осыны жазып болып дәптерін жапты. Екінші қысы алғашқысына қарағанда жайлы өтті. Қар бір қалыпты жауды. Боран болған жоқ. Шеткі үйге баратын жолды бұл жолы басқаша тазалай бастады. Сапар Қайратұлы трактор жүргізушісімен сөйлесіп, егістікке баратын бұрылысты да тұрақты бағытына қостырды. Бұл туралы ешкім жариялаған жоқ. Жай ғана жол тазаланып тұратын болды. Айсұлу алғаш рет аршылған жолды көргенде қақпа алдында ұзақ тұрды. Кейін ғана үйіне кіріп кетті. Желтоқсан айында ол алғаш рет ауылдағы сенбілік бас қосуға келді. Мұндай жиындар әр сенбі сайын Салтанат Ерлан қызының үйінде өтетін. Ешқандай себепсіз. Жай ғана шай ішіп әңгімелесіп, кейде карта ойнайтын. Айсұлу бұл жолы ешкімнің шақыруын күтпестен өзі келді. Бұған дейін талай шақырылғанымен әрдайым үнсіз бас тартатын. Бұл жолы қолына өзі қайнатқан тосаптың бір құтысын ала келді. Ешкім дәмінен ажырата алмайтын, аздап кермек тартатын жемістен дайындалған тосап еді. Бұл ненің тосабы?
деп сұрады Гүлнәр нанға жағып жатып. Тікен жемістікі деді Айсұлу, оған аздап бал қостым. Мұндайды бұрын жемеппін. Әуелде сәл келмей екен. Кейін дәмі ашылады. Гүлнәр тағы бір үзім жеп көрді. Бір түрлі, бірақ дәмді екен деді. Дастархан басында Салтанат Ерлан қызы, Гүлнәр, Раушан Әбілқайыр қызымен Күләй отырды. Күләйді шанамен әкелген. Үстіне 2 қабат орамал жамылған. Сапар Қайратұлы бұрышта газет ұстап отырған болды. Бірақ ешкім оның шын мәнінде оқып отырмағанын байқамауы мүмкін емес еді. Әңгіме әр түрлі тақырыпта өрбіді. Қыс жайлы, бағаның өскені жайлы, аудан орталығындағы пошта бөлімшесінің жабылатыны жайлы сөз болды. Айсұлу көбіне тыңдап отырды. Бірақ шын ықыласпен тыңдайтын. Бір кезде қасында отырған Күләй оның қолына жайлап қолын тигізді. Келгеніңе қуаныштымын деді. Айсұлу әуелі Күләйге қарады. Кейін кезекпен дастарханға, кеселерге, Салтанат Ерлан қызының тоқып отырған тоқыма бұйымына, Сапар Қайратұлының газетіне көз жүгіртті. Мен де деді жай ғана. 2-ақ сөз. Бірақ кейін Салтанат Ерлан қызы күйеуіне дәл сол сәтте бір нәрсе аяқталғандай болды. Жоғалып кеткен жоқ. Тек жазылып біткен жара секілді бір жола бітелді деді. Сапар Қайратұлы үнсіз тыңдап отырды да, жақсы болды деді. Иә, жақсы болды деп келісті әйелі. 3-ші көктемде Айсұлу қақпасының алдына 2 түп сирен отырғызды. Ауыл мұны байқады. Бірақ ешкім талқылаған жоқ. Өйткені сиренді көшіп кетемін деген адам отырғызбайды. Сиренді сол жерде қалуға ниеттенген адам ғана ие. Сол күні Күләш Ораз қызы дүкенін жарты сағат ертерек жапты. Бұрылысқа дейін жаяу барып қайтты. Арнайы бармағандай болғанымен жолы солай түскендей көрінді. Бұрылыс тұсынан қарасаң, шеткі үйдің төбесі, мұржасы, терезедегі ақ пердесі анық көрінетін. Қақпа алдында бүрі әлі ашылмаған 2 жас сирен өсіп тұр екен. Күләш Ораз қызы біраз қарап тұрды да үйіне қайтты. Қойын дәптерін ашып соңғы жазбасының астына асықпай, сирен отырғызды. Демек осы жерде қалады деп жазды. Кейін дәптерін жауып сөреге қойды. Сыртта көктемнің алғашқы дымқыл самалы есіп тұрды. Жердің иісі аңқиды. Атын айту қиын болса да, жүрек бірден танитын ерекше иіс еді. Аққайың ауылы бұрынғы тіршілігін жалғастыра берді. Бір жерде сиыр мөңіреді. Бір жерде балғаның дыбысы шықты. Бір жерде баланың күлкісі естілді. Ал бұрылыстың ар жағындағы үйдің қақпасы алдында Айсұлу тізерлеп отырып, жаңа отырғызылған сиреннің түбін қолымен жайлап нығыздап жатты. Әр қимылы ұқыпты еді. Адам өте маңызды істі қалай мұқият атқарса, дәл солай істеп отырды. Оның шын мәнінде кім екенін ауыл ешқашан толық білген жоқ. Білмеген себебі біле алмағандықтан емес. Бір кезде бұл сұрақтың маңызы жоғалып кетті. Ең маңыздысы басқа еді. Оның осы ауылда қалғаны. Қақпа алдындағы жас көшеттердің тамыр жайып келе жатқаны. Әр таң сайын мұржасынан түтін көтерілетіні. Аздап кермек тартса да, дәмі ерекше тосады. Кейбір адамдар біздің өмірімізге өздерін түсіндіру үшін емес, ешбір артық сөзсіз жанымыздан табылу үшін келеді екен. Кейде дәл соның өзі жеткілікті болады екен. Бүгінгі оқиға осымен тамам. Әңгіме ұнаса видеоға лайк басып, өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ал келесі әңгімеде кездескенше аман сау болыңыздар.